Толық комплектация $20,000 бәрін бағасын шығарып отыр. Осылай отыру керек та, маған мынау керек, мынау керек, мынау керек. Бағасын айтып қояйын ба? Бәрін көріп үлгере алмайсыз. Бірінші орында сол көріп шығу керек сізге. Кейбір нәрселерді даже подаркаға да беріп тастайды екен. Мына жерде қанша талдан жоғары алу керек, заказ беру керек. Бағасы. Айтқым келгені, видеода көрген нәрселердің барлығын данылары, контактілері бар. Қайырлы күн достар. Бүгін кезекті көрмеге келдік. Кантон көрмесінің 134-ші көрмесінің екінші кезеңі. Бұл жерде құрылыс заттарына байланысты тауарлар, жаңа жылдық тауарлар, ыдыс-аяқтар, тағы біраз нәрселер бар. Бүгін біз Шәкен екеуміз жаңа жылдық тауарларға шолу жасайық деп тұрмыз, бұйырса. Себебі алдымызда жаңа жыл келе жатыр. Жаңа жыл тауарлар сату арқылы да жап-жақсы табысқа шығуға болады. Сол жаңа жылдық тауарларға қызығушылық танытқан адамдар болатын болса, осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Әр затқа тоқталып, бағасын, оптовый бағасын, ең кемінде қанша штук алуға болады, қандай тауарлары бар, сапасын барынша көрсетіп беруге тырысамыз. Шәке, солай ма? Солай. Бұйырса, вот. Шәкең бізде бүгінше әрі аудармашы, әрі маман, кәсіптегі сауда жасап жүрген өзінің каргосы бар жігіт. Яғни тілді білет. Тек қана Қытай тілін емес, сауда тілін білетін жігіт. Сондықтан бізге әлдеқайда оңайырақ болады деп ойлаймын. Сөйлесу, келісу, көбірек ақпарат алу. Метр 10 сантиметр. Мынау тоқ освещениесімен без освещениесіз сатылады. Освещениесімен 216 юан екен, освещениесіз, яғни жарықсыз 100 қанша? 120 юан. Сосын 1,5 метрлігі бар. 1,5 метрлігі 46 юан. 46 юан, 73 юан. Яғни 46 юан тоқсыз, ал 73 юан тоқпен. Қара тұрсаңыздар, мына жерде неше түрлісі бар. Мынау түрісі ең қазір жақсы сатылып жатқан түр екен. Бұл кішкене орта, кішкене бағасы да жоғары. Ана жаңа көрсеткен, ол арзанырақ екен. Сосын бұл айнала ма? Айнала ма? Айналмай ма? Мынау шы? Мынау айналып тұр ғой. Мынау айналады. Мына кісілерді айтуынша любой каприз деп отыр ғой, сіздің ақшаңызға қарай, сіздің қалтаңызға қарай. Арзан қалсаңыз арзан тауып береміз, орта бағада қалсаңыз орта бағада, сапасына байланысты. Қымбат десеңіз қымбатын тауып береміз. Арзан әрине сапасы да, мына жердегі мінеки жапырақтардың тығыздығы барлығы арзан болады, аз болады. Ал мынау жапырақтардың мінеки тығыздығы орташа. Мынау тоже орташа шыршалардың бірі. Сыйлық ретінде беруге болатын тауарлар. Салмағы өте жеңіл, әртүрлі ит, мысық, аю, жұлдызша, жүрекші, жазуымен де жасап беруге болады. Бір ерекше бір шыршалардың түрі екен. Құстың үкісінен жасалынған. Осылай отырып, жайылып, саудаласу керек. Жалпы нақты бағасын шығару үшін айтпесе, мына жерде 1,45 миллион, бір сфераның өзінде 1,45 миллион түрі бар. Мысалы, шыршаға ілетін
шариктерінің өзінің 1,45 түрі бар. Оның әр бағасын айтып отыру, жазып отыру, беріп отыру өте қиын. Сондықтан просто мінекей қарап отырсаңыздар, мінекей бәрін бағасын шығарып отыр. Осылай отыру керек та, маған мынау керек, мынау керек, мынау керек деп айтқан кезде ғана олар жазып алады, одан кейін запрос жіберіп, нақты бағасын шығарып, одан кейін барып сізге мынанша штукқа, мынанша баға деген сияқты объемымызға байланысты жасап береді екен. Әйтпесе өте қиын кейбір заттардың прайсын дереу алу. Ал кейбір заттардың прайсы оңай беріледі. Неге мына дайын тұр деген сияқты. Мәселен, жаңа жылдың заттарының прайсын алу өте қиындау екен, себебі ол жерде таңдау өте көп. Өзіңіздің жеке үйіңізге бола ма, немесе торговый домдарға осындай оформлениялық ағаштар. Оның бағасын кешке жіберіп беретін болды, прайсын барлығы дайын. Сыйлыққа әртүрлі светильниктер. $1 бастап 10, 50, $100 дейін осы жерден түрлі светильниктер алуға болады екен. Прайсын алып алдық, нақты каталогымен, бағаларымен жазылған, қанша штук алған кезде қанша теңге болады. Соның бәрін жазып қойып жібереміз деді. Сыйлықтарға арналған қорапшалар, неше түрлі әдемі. Бұл жерде де мінекей прайсын алдық, толыққанды мінекей көріп отырғандарыңыздай неше түрлі қораптар жасап береді. И мына жерде қанша талдан жоғары алу керек, заказ беру керек, и бағасы, салмағы деген сияқты мінекей размері, мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай. Тек қана осыған байланысты емес, басқа да жаңағы теріміз болсын, жаңағы сыйлықтар болсын, жаңа шыршалар болсын, сондай заттардың барлығын осындай қылып прайстарын алуға тырысып жатырмыз. Біреулерінде бар, әрине, біреулерінде жоқ, бірақ бар болса осындай біз телеграм-каналға сақтап қоямыз. Кіріп, қарап, танысып, ары қарай заказ бойынша балансқа шыға беруге болады, принципі. Қысқаша осындай ақпараттар максимал түрде жинауға тырысып жатырмыз. Енді бәрінен бір 70% осындай ақпараттар беру аламыз. 30-40% қиын ондай ақпарат беру. Потому что ол жерде не көп? Наименование дейді ғой, наименование көп, өте түрі көп. 1,45 түрі болғаннан кейін ол жерде мынандай каталог жасау өте қиын. Отырып алу керек та, маған мынау керек, мынау керек, мынау керек деп айтқан кезде ғана барып, ол жерден сізге бағасын шығарып береді. Өйті оның мынанша штугы керек деген кезде. Ал кейбір жерлерде осындай жақсы, осындай каталогпен максимал түрде ақпарат алуға болады. Өйті бұл саудаласпаған бағалар. Егер саудаласатын болсақ, шәке, бұдан арзанға түсіруге болады ғой. Бұл әзірге саудаласпаған бағалар прайсы. Нақты шешім қабылдап, мынаны маған керек еді, алам десеңіз, ол жерде ары қарай ортаға жігіттер салып саудаласуға әбден болады. Мына өте әдемі құм сағаттың системасында жасалынған картиналар. Көрмені аралаған кезде жалпы
бірінші күн, екінші күн керек болса, тек қана жылдам жүгіріп көріп шығу керек. Ешқайда тоқталмай, саудаласпай, қызық нәрселер кезігуі мүмкін. Бірақ оның бәрін тоқтала өтмесеңіз, бәрін көріп үлгере алмайсыз. Бірінші орында сол көріп шығу керек сізге. Қай жерде не орналасқаны жайлы. Одан кейін барып, екінші, үшінші күннен бастап барып саудалассаңыз болады, контактысын алсаңыз болады, данныйларын алсаңыз болады деген сияқты. Шәкең өзі енді каргода жүргеннен кейін әйелдермен көбірек жұмыс жасапты жалпы. Ыдыс-аяқ болсын, одеял, сүлгі, сондай нәрселерді мысалы. Клиенттері көбісі әйелдер екен. Енді ыдыс-аяққа байланысты хабары бар былай айтқанда. Кішігірім. Енді қарап жүр. Именно біздің Қазекеңе Қазақстанға өтімді деген ыдыс-аяқтарды көріп, саудаласып, бағасын біліп, ертең арнайы сол ыдыс-аяққа бола бір күнімізді арнайы деп тұрмыз. Тоқталып, саудаласып, прайстарын алып, бағасын алып, ең кемінде қанша алу керек деген сияқты ақпараттар. Бір ыдыс комплект жүреді типа, үлкен, кіші, үлкен деген сияқты типа. Дастархан қойғанға осындай комплект ыдыстарды көбірек заказ беретін құсайды. Неке қазір қарап саудаласып отыр, бағасын бәрін біліп жатырмыз. Оптом заводтан тікелей бағасы. Бұл жерде мынау бір комплекттің өзі бір 3 мыңнан басталады былай айтқанда. Енді ол келуі бар, жолы бар, апаруы бар, басқа ол баға қарай тағы да есептелінеді. Мынадан екеу болып, 12 жүріс болып, 10 жүріс болып жүреді мынау, Иә. 10 жүрісі бағасын айтып қояйын ба? Айтыңыз. Бағасын айтсақ 80 юан болады осы. Оның зауыт бағасы 80 юан. 80 юан ше? Ол зауыт. Одан кейін жолы бар. 10 таны бір жүріс болып жүреді. Сол 80 юан. Зауыт бағасы. Көндері қосылып тұр. Жуғалтары кіртсе семей қалады ғой мәшінде. Жуынатын бөлмесі, екі жақ панорамный терезе, өте әдемі. Вот, бәрі стол жасалған. Стол управляемый, яғни мына көтеріліп кетсек. Қазір бағасын білеміз, есігі жылжымалы. Вот тоже бір вариант. На жерге телевизор түседі, походу. Таудың жиегіне қойып қойса жақсы болады екен. Толық комплектация $20 мың. Комплектациясына кірмесе $15 мың деген. Мынау да сол. Мынау 13 квадрат, бұл жерде $10 мың деген. Ішінде бар дүниесімен бірақ қосқанда бұл $50 мың екен. Алматыда әсіресе таулы аймақтарға демалыс орны сияқты қойып жасағанға кәсіпке айналдырған өте жақсы нәрсе. Мына жерде $10 мың, $20 мың, $50 мың мынандай томдарын көрдік, кішігірімді. Ол таулы аймақтарға қойып қойғанға, демалыс орындарын жасағанға, содан кәсіп жасағанға деген сияқты. Бірақ оның тасымалы өте қиын бойында тұр. Осы телефон күйінде алып барамыз дейді. Тасымалдыққа, бірақ ол өте қауіпті.
тасымалдың өзін телефон аппаратын болса, оның бағасы өзі 2 есе болып кетуі Оның не бар, погончыда? Ал енді құрастырып апаруға болмай ма десем, енді ол жақта адам болса, пожалуйста деп отыр да, бірақ құрастырады. Бірақ өте қиын, мына жерде тонкостар көп. Келіп үйреніп кетсін деп отыр. Құрастыратын адам деген сияқты, мысалы. Ол құрастыратын адам сенімді болатын болса, ол кезде біз детальдарын бөлек-бөлек салып жіберейік дейді. Одан бөлек дилерский тоже құқығын беруімізге болады дейді. Яғни сол жақта сіздер ғана сата алатындай, сіздер ғана жасай алатындай деген сияқты. Ондай да возможностьтар бар деп отыр. Енді барынша видеода бүгін енді жинаған ақпараттардың, видеода көрген нәрселеріңіздің максимал түрде оның каталогтары мен прайстары бар. Телеграм каналға бәрін жинап салып қоямын оның. Сұрасаңыздар оның бәрін біліп беруге болады нақтылам деген адамға да. Айтқым келгені, видеода көрген нәрселердің барлығын данныйлары, контактілері бар. Ал видеода көрмеген нәрселердің де өзіңіз іздеген зат болатын болса, ол бірақ видеода жоқ та, мысалы. Мен түсірмеген шығармын. Оның да контактілерін, данныйларын бәрін тауып беруге анықтауға болады жіктер арқылы. И саудаласып сіздерге карго арқылы салып жүруге болады. Көрменің 3-ші күні өтті, енді тағы бір 2 күн қалды. 2 күнде мен барынша көбірек ақпарат жинап салуға, түсіруге тырысамын. 17 мың қадам жүріппін. Кеше 25 қадам жүріп едім, 25 мың қадам жүріп едім, бүгін 17 мың қадам жүріп. Біз қазір ыдыс-аяқтардың секторында жүрміз. Түгел барлығы ыдыс-аяқ, мына жерде неше түрлі ыдыс-аяқтар бар. Шәкең біздің қазақстандық әйелдермен жұмыс жасаған, оптовик әйелдері бар, саудагер әйелдері бар. Ыдыс-аяқтарды аздап танып қалған Шәкең. Сондықтан Шалқар бауырымыз Қазақстанда қандай ыдыстар өтімдірек қазір келіп соған тоқталып көрсетіп жатыр да мысалы. Сол енді керек болса. Бағасы қалай болады қазір? Бағалары енді өте не болмайды. Сол 180-190 юан болады көп болғанда. 180-190 юан. Бұл завод бағасы. Завод бағасы. Енді заттың несіне қарайды ғой жасағанша. Осы мына ернеулерінде сырлары бар деген сияқты. Астында да бар ғой мінекей. Мұндай жерлері. Өнен кейін сіздер керек болса хабарласыңыздар, доставкасын сол кезде сіздерге тағы есептеп береміз. В общем, бұл тек қана заводтың бағасы, жолы бөлек есептелінеді. Бірақ жолы да қымбат болмайды бұның. 1500 комплект дедіңіз, бір фура. Ол жерде бір түрі ғана ма? Жоқ. Неше түрі болды? 4 түрі. Осындай ыдыстардан 4 түрлі. Сол енді ан жақтағы сіздердің қандай рәңдерін алады, біз алдымен оларға жолдап береміз ғой, мындай болады, неше түрлі фасонда шығады деп ше. Ол кісілер өзі қолдайды. Заводтар, жалпы ыдыс-аяқтардың заводтары қай қалада, қай жақта өзі шоғырланған, жиналған? Тағы бір Қытайдың 2 жерінде бар да бұл не өндіретінші, осы ыдыс-аяқ өндіретінші. Біреу Чоужу деп қояды, Қытайдың бір қаласы. Ол жерде осы негізінен біздің осы милеттерға келетіндей осы біздің өзіміздің мына біз енді өзіміз біртүрлі ыдыстар істетеміз ғой, тәтті тізгенге андайға сондайға кеп қалатын ыдыстар ше. Енді біреусі Қытайдың тағы бір қаласы Жаңши деген жерде ше, Жеңлерден деген жерде. Ол енді бұрын осы Қытайлардың бұрын мәдениетінен келе жатқан бір ыдыстар бар ғой. Сол сияқты нәрселер ыдыстар жасайды, бірақ ол жердікі сап қымбат болады ше, мен жердікі арзан. Алда уақытта сол заводтарға да барып көруге мүмкіндік болады ғой? Болады. Мен байқағаным, біздің қазекемдерге осындай алтын жалатылған ыдыстар көбірек ұнайды екен, өтімдірек екен нарықтарға. Кейбіреулердің ішінде баға жазылып тұрады екен. 400. 5 еуро, да? 5 комплектациясы 400. 1, 2, 3, 4, 5. Мынау 1, 2, 3, 4, 5. Бұл 600 юан екен. 450 юан, 1, 2, 3, 4. Мынау үшеуі 350 юан, 1, 2, 3.
бүгін соңғы күні, яғни екінші фазаның соңғы күні. Сондықтан заттарын жинастырып жатыр ақырындап. Сосын арзанға сататын нәрселерін арзанға сатып жіберіп жатыр. Кейбір нәрселерді даже подаркаға де беріп тастайды екен. Бұл жақта кетіп жатқан ең құр арқалап қайтқанша. Каналға жазылып алыңыздар, тіркеліңіздер. Мен алда уақытта Қытайдың барынша барлық көрмелеріне қатысуға тырысамын. Осы жақта көбірек болуға тырысамын. Енді бізде қазір безвиза режим ашылып жатыр, Құдайға шүкір. Қандай жақсы көрме болады, соның бәрін анықтап, көріп, уақытылы келіп, ақпараттар түсіріп, жіберіп отыруға, салып отыруға YouTube-ға тырысамын. Сондықтан YouTube-ға міндетті түрде тіркеліп алыңыз, жазылып алыңыз. Кімге керек осы көріп жатқан ақпараттар, тауарлар, кімге керек таныстарыңыз арасында, соларға жіберіңіз видеоны, көрсін, қанықсын, көбірек ақпарат алсын Қытайдың нарығы жайлы. И осы заттарды елімізге апарып, тек қана елімізде емес, ары қарай Ресей бар, Украина бар, Өзбекстан, Қырғызстан бар, ТМД елдері бар, солардың бәріне шығарайық, сатайық. Ол да біздің қазір беріп тұрған, бізде қолымыздан келіп тұрған мүмкіндік. Өндіретін нәрсені максимал түрде өндірейік, әңгіме жоқ. Ал өндіруге көп уақыт кетіп қалатын, көп шығындалып қалатын. Оны өндірмей-ақ маяқтан ала салған тиімді нәрселерді осы жақтан ала салып сатумен айналысайық. Басқа елдерге, ТМД елдеріне, өзімізге елдерден бөлек, мысалы, Қазақстаннан бөлек. Ол толыққанды жасауға болатын нәрсе, реальный нәрсе, возможный нәрсе. И оған мен қайта-қайта көзім жетіп жатыр, оны істеп жатқандар да адамдар бар. Қазірдің өзінде Шалқар, Ерзат, бауырларымыз фура заттар жіберіп жатыр. Әртүрлі. Оның барлығы елде де сатылып жатыр, басқа елдерге де жіберіп жатқандар бар. Сондықтан дәл сол секілді неге істемеске? Неге жасамасқа? Жасауға болатын нәрсе, қолдан келетін нәрсе. Заттардың заводын, түпкі заводына шығып жатырмыз. Ал ең арзан бағада, тиімді бағада, арзан демей-ақ қояйын жарайды, тиімді бағада тауып жатырмыз. Тиімді бағада жолын бәрін ұйымдастырып жатырмыз. Жол егер арзан болатын болса, ең арзан бағада жолын бәрін ұйымдастырып салып жүруге де болады, карго арқылы. Оған сенімді жігіттер де бар, жолын бәрін ұйымдастырып жатырмыз. Әйел адам болса, сразу мына жерде көз банкі болып, компаниясының атын қоюға болады. Қазақтың нәрсесін қазақтар жасағаны жақсы. 16 миллионға бір фураны заказ беруге болады. Қытайда бір сөз бар, бір бағаға бір качество дейді. Мынау вообще Қазақстанда ондай бағамен шықпайды. Осы қатарлардан қазақтардың әйел кісілерін көріп қалу әбден мүмкін, себебі бәрі аралап жүр.